Мына мен сұлума, маң ерсай мені сәт деген мен, сәт қатын деген мен, өзімді сұлу деймін мен. Көрдіңіздер ма? Мына дайдың әдемілігін қалқып. Бұл екі рең шығады екен, мына бір реңі шу қызыл. Шу қызыл, көрдіңіздер ма? Міне. Адам сәт емес, киім сәт дейді қалқымен. Әрқандай бір адам көріп күшпірек деп те айтамыз ғой. Осы әдемі киімдерді жүріп киіп жүрсеңіздер бір түрлі әдемілік шығады. Мына дайдың әдемілігін көрдіңіздер ме қыздар? 268 сомнан қимылғып беремін мынаны. Мына дайдың сіздер мына қызыл реңін бір киіп етейін. Ішімдегіні мына жейдемді мен сіздерге 45-тен қып бердім. Мынаны 25-тен мына юбкам черш юбка екен. Жың черше. Кейін мына қызылды Бай-бай. Бобышка! Аналар жинастырыңдар жандарым етейік. Міне, дүз прансет мақта қалқым міне, кисеңіздер. Міне, қызылы да бар. Өтте әдемі шыққан пасон мына екі рең. Басқа реңі бар ма деңімеңіздер, бұдан арты қайсы рең болушы еді, осы қызыл мен қара екі рең екен. Мына той жасаған қыздар, міне, орта жастар ерекше әйбатталған болалады. Мына пасонның әдемілігін қарай. Әлгі маржан-паржан мен хошы жоға пеке сіңілдер, бұрақ кесеңіздер де міне, керемет әдемі түскен пасон. Мына киім дегенше адамның образы. Қымбат кию шарт емес та, бір арзан киім кисеңізді жарастырып, тап-таза, кіршіксіз. Бір қарай қалған кезде адамда бір таза көрінетін, өнеге бір чижы деген нәрсе болады да, mesela. Ол чижы деген не десеңіз, сіздің жүрген жүрісіңіз, айтқан сөзіңізден ешқандай қиыншылыққа мойымайтын қайсарлық шығып тұрады. Алған қадамыңыз да сондай орнықты да, тарс, тік жүресіз да, еңкеймейсіз. Осының өзі адамда бір чижы, салапат. Ол адамның чижысы сіздің сұлулық заманыңызды. Кейбір адамдар сұлу болғанмен чижы жоқ. Кейбір адамдар сәт болса да чижы бар да, әлгі. Болыпта мына еркек адамда чижы болса, қыздар тез жақсы көріп қаламыз ғой, чижысы бар. Әйелдерге ән-чуанган бере алады, мындай бір вұр болады ғой. Бір еркектер бар, сұлу екен деп, шуайг екен деп, бір грамм қошым жоқ қатын сияқты сызылып. Ол ертеңгі күні сені мені ұстаса, мысалы, ол сен оны бағасың, бұл сені баға ма? Бір мындай боран чапқындар келсе, сені қанатына ала алатын түрі жоқ қой, ондай жігіттің. Мына 55-тен мен сіздерге сатып жатқан гайтешім белогым қалықым, 1 килосы 55. Қаназдық, дені қуат әлсіз адамдар таңғастың орнына 40 кесе шай ішкенше осын ішіңіздер. Керемет пайдалы, мынау денсаулыққа өте пайдалы.